Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Арайлым. Бүгін мен сіздерге жүгері көжесінің рецептісін ұсынамын. Яғни кукуруздан жасалынған көже өте дәмді әрі керемет болып шығады. Жүгері көжесін жасау үшін бізге 1 стакан жүгері қажет болады. Қазіргі уақытта өте жақсы үйлеседі. Ауа райына жүгері көжесін жасаған суықта ішсеңіздер өте дәмді болып шығады. Және дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Енді осы жүгеріні, яғни орыс тілінде айтқанда кукурузаны біз жақсылап 5-6 рет қайталап суға жуып алатын боламыз. Енді қазанға шамамен 5 литрдай су қажет болады. Менде шамамен 5 литрдай су кетті. Енді осы суға біздің жуып алған алдын ала жүгерімізді салатын боламыз. Енді осы жүгерінің бір қайнағанын күтеміз. Дәл осындай болып қайнайды. Қайнағаннан кейін оттың астын төменгі жылдамдыққа қойып, 1 сағаттай жүгерімізді пісіреміз. 1 сағаттай пісті. Енді осы жүгерімізге біз қазір дәміне қарай тұз қосатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді біздің суымыз ыстық болғандықтан біз бұны суытатын боламыз. Суығаннан кейін 1 литр айран қосатын боламыз. Қолдың айраны да өте жақсы үйлеседі бұл жерде. Мен дүкеннен алған осындай айран қостым. Жақсылап араластырамыз. Және тоңазытқышқа шамамен 5-6 сағатқа қойсаңыздар, яғни суиды. Осымен біздің жүгері көжеміз дайын болды. Тоңазытқыштан алған кезде өте салқын, әрі қазіргі күн ыстықта өте жақсы үйлеседі. Достар, видеоны осы жерге дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жаңа видеолар күтетін болсаңыздар, онда жазылғаннан кейін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Арайлым. Қош, сау болыңыздар.